Кенеттеп, сенің Ахиллестің өкшесі дегендей жанды жерің бар ма? Бар. Мысалы, Мысалы, ол менің жанды жерім, мына микрофоным. иә. Микрофоным қазір менде, сенде де өшіп қалса не боламыз қазір? Ауыздан боламыз. Ал гитаралы әншінің жанды жерін білесің бе? Жоқ, оны білмедім. Сіз білмедіңіз бе? Ендеше мен қадірлі көрермендер, сіздерге әнмен әншінің Әзілқой отауынан бір көрініс ұсынғымыз келіп отыр. Ол былай болды. Белгілі әнші Бұқтан Жолдасовты өзімізге сұхбат беруге шақырдық. Ол гитарасымен келді, біраз сөз айтып, гитарасын ойнап беру керек. Отырған кезінде ол кісіні бір аяқ астынан шақырып, шығып кеткен кезінде қымбат тұратын гитарасын арзан тұратын гитараға ауыстырып қойдық. Қораттың ішінде. Одан кейін не болып дейсіз ғой? Бұқтан Жолдастың өзін шақырайық, сосын көрермендерге тұрып, сол көріністі көрейік. Димок бар. Жоқ, білесің бе, отырып көрші бізді. Emang isip sangat dia. Nah, apa bisa? Hut, sini. Ini dalam TV kan. Бас gitar, басқа gitar тыңап, мына gitar, не gitar болып кетті. Қалай? Иә. Соны қойын екен. Шықпайды. Mas bagus itu kita ketemu akan kusum. Bir sürü yürüyken öyle. Қадірлі көрермендер, міне әңгімесінің мұнда әңгімеші бағдарламасында 3 жыл болып қалыпты. Енді осы жақында Армыс деген үлкен программа өтті. Оны Қазақстан телеарнасы, ұлттық телеарнасы өткізді. Яғни сол программада ойнаған бір неміз бар еді өзіміздің. Мына гитара ауысып кетсе, оны түсінбей өттік. Енді Сізге бар екен. Яғни Міне енді бір жаққа сіз тоқтай тұрыңыз. Сізге енді рұқсат етсеңіз. Осы жылдың ең аңқау әншісі деген атқа ие болдыңыз. Атағыңыз құтты болсын. Осы арнайы сыйлықты тапсыру құрметі маған беріп тұр екен. Рұқсат етсеңіз. Жаңа жеңізбен.